Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa l'aqibatu lil muttaqin as-salatu was-salamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қасиетті Құранда баяндалған ең негізгі және өте маңызды рухани құндылықтардың бірі ықылас. Ықылас адамның әрбір ісін ешқандай материалдық немесе рухани пайда көздемей, тек Алла Тағала разылығы үшін жасауы. Ықылас адамның әрбір басқан қадамында, сөйлеген әрбір сөзінде, ғибадат құлшылығында, жалпы күнделікті өмірінде Алланың разылығынан қол үздіретін бөтен ниеттерден аулақ болуы. Ықылас болмаса, адамның айтқан сөзі, жасаған ісі, өткен өмірі Алла алдына барғанда зәредей де пайда бермесі анық. Сондықтан ықылас деген не? Оның екі дүниеге қандай пайдасы бар? Міне осы сұрақтар төңірегінде аз-кем әңгіме қозғамақпыз. Қасиетті Құранның көптеген аяттарында ықыласты болудың мән-маңызына назар аударылған. Өмір бойы еңбектеніп, қажыр қайрат жұмсағанымен бүкіл істері бекер болғандар жайлы да аят бар. Олай болса, кез келген адам ақыретте ісі бекерге кетіп, жігері желімге айналмау үшін ықыласқа ықылас таныту керек. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде амалдарыңда әрқашан ықыласты болыңдар. Өйткені Алла амалдардың тек қана шынайы болғанын қабылдайды деп ықыласқа ерекше мән берген. Бұл тек дін саласының қызметкерлеріне емес, күллі исі мұсылманға арналған пайғамбарлық үндеу. Өмірдің кез келген саласында қызмет атқаратын адам ықылас арқылы жұмысының өзін құлшылыққа айландыра алады. Мәселен, кез келген пәннің мұғалімі мен Алла разылығы үшін осы пәнді оқушыларға бүге-шүгесіне дейін үйретейінші деп ниет етіп, содан соң сол іске бар ынта-шынтасымен кіріссе, оның тақтаға жазған әрбір жазуы, оқушының әрбір дәптерін тексеруі, әр сөзі, әр ойы құлшылыққа айналады. Мұндай ықыласты дәрістерді тыңдаған оқушылар да күн ертең ел үшін қызмет ететін қаһармандар болып шығары анық. Алланың разылығы көзделмеген істе дұрыс ниетте, мардымды ықылас та болмасы анық. Демек, бір сауапты 1000 сауап етудің ең бір төте жолы ықылас. Тек мұғалімдер емес, құрылысшылардың қалаған әрбір кірпіші, имамдардың әр уағызы, басшылардың шығарған әрбір шешімі, отан күзетіндегі жауынгерлердің әрбір ұйқысыз сәттері Алла разылығы үшін жасалса, мұның да барлығы құлшылық, ғибадат есебінде саналмақ. Міне бұл тұрғыдан алғанда, әрбір ісімізді бір дене деп санасақ, ықылас сол денедегі жан іспеттес. Иә, ықылас жүректің ісі. Алла Тағала адамның жүрегіне қарап, амалына сауап жазады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жайлы Алла сыртқы кескін келбет, дене пішіндеріңізге емес, жүректеріңізге қарайды деген. Ықыластың осы сырлы күшіне байланысты Хазірет Әли амалдың аздығын емес, қабыл болуын ойла деп мәні терең өсиет қалдырған. Ал Муаз ибн Джабалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өміріңде аз амал етсең де, ықыласты болсаң жеткілікті деп кеңес берген. Олай болса, жүрегі ықыласқа толы адам ешкімнен мақтау, марапат күтпейді. Істеген ісі үшін атақ, абырой, даңққа кенелуді ойламайды. Істі алғаш бастаған кезде қандай шынайы болса, үлкен жетістікке жеткен кезде де сол шынайылығынан айырылмайды. Ол үшін ең бастысы істеген амалдарын Алланың қабыл етуі. Ықылас мол сауапқа кенелтетін қазынаның кілті болумен бірге қылдай нәзік қасиет. Ықыласта қадамды зәредей де бұра басуға рұқсат жоқ. Сондықтан ықыласты болудың қиындығы да мол. Мысалы, жап-жақсы атқарылған үлкен іске кіп-кішкентай рияшылдық араласып кетсе, ол істе Алланың разылығы болмайды. Алла разылығы болмаған соң әрекеттің бекер кеткені. Ықыластың сум'a деп аталатын тағы бір жауы бар. Бұл жақсылығымды жұрт естісін, сөйтіп мен жайлы жақсы сөздер айтсын, атымды аңызға айландырсын деген секілді улы пиғылға құрылатын рухани ауру. Алла бұдан да сақтасын.
ықыласты бұзатын үшінші бір маңызды қауіп ұжуб деп аталады. Бұл рия мен сумадан да қатерлі нәрсе. Адам кейде игілікті ісін ешкімге көрсету немесе естірту үшін жасамаса да, мен осы істі сондай жақсы істедім, менен басқа адам бұлай жасай алмас еді деп өзіне өзі таң қалып, ісініп күпінуі мүмкін. Соны ғылыми тілде ұжуб дейді. Бұдан да барынша сақтануға мәжбүрміз. Бұрынғы өткен жақсылар бұлардан ерекше сақтанған. Мәселен, түні бойы намаз оқып, құлшылық жасаған сахабалар көздерінің ісіп тұрғаны байқалып қалмасын деп, бар әрекетін жасап баққан. Жинақтай келе айтарымыз, ықылас адамның кіршіксіз пәк ниетпен Алла разылығы үшін ғана іс істеп, сауабын да тек Алладан күтуі. Дәретсіз намаздың болмайтын секілді, ықылассыз құлшылықта болмайды. Алла бізді ықыласты құлдарының қатарына қоссын. Құлшылықтарымыз бен жақсылықтарымызды тек қана жаратушымыз әмір еткен үшін орындауға жазсын. Ва ахиру та'вана алхамдулиллахи раббил аламин.